Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктердің қандай түрлері болады? Бүгінгі сабақта біз өсімдіктің түрлерімен танысамыз. Адам қолымен өсірілетін өсімдіктер туралы білетін боламыз. Айналамызда көптеген өсімдік түрлері өседі. Олардың әрқайсысы ерекше. Біз осы өсімдіктерді тереңірек білуге тырысайық. Оқулығымыздағы бірінші суретке назар аударайық. Біз не көріп тұрмыз? Біз бау-бақшада өскен түрлі өсімдіктерді, яғни жемістерді, гүлдерді, көкөністерді көріп тұрмыз. Енді осы өсімдіктерді топтастырайық. Балалар, өсімдіктер үш топқа бөлінеді екен. Ағаштар, бұталар және шөптер, немесе шөптесін өсімдіктер. Ағаштар. Ағаштардың тамырлары мен сабақтары сүреңктеніп біткен, өте жақсы жетілген діңі болады. Биіктігі 2-3 метрден кем болмайтын көп жылдық өсімдік. Бұталар. Бұталардың бұтақтары жіңішке, ұсақ, аласа болып келеді. Биіктігі 50-60 сантиметрге жетеді. Шөптер. Шөптер деп жіңішке, әрі жұмсақ сабақтары бар өсімдіктерді айтады. Өсімдіктердің екі түрі болады: мәдени өсімдіктер және жабайы өсімдіктер. Мәдени өсімдіктерге адамдар күтім жасайды. Олар адамға өз жемісін береді, немесе сәндік үшін де өсіріледі. Мәдени өсімдіктерге бау-бақшадағы, егістіктегі өсімдіктер жатады. Ал жабайы өсімдіктерге адам күтім жасамайды. Олар орманда, шалғында, далада өседі. Оқулығымыздағы екінші суретке назар аударайық. Сұрақ: суреттегі өсімдіктерді қандай топтарға бөлуге болады? Әрине, 3 топқа бөлуге болады. Олар ағаштар, бұталар және шөптер деп бөлінетін біз бүгінгі сабақтан білген болатынбыз. Келесі сұрақ: суреттегі өсімдіктердің бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Осы сұраққа жауап беру үшін суреттегі қоңыраугүл мен шыршаны қарастырайық. Қоңыраугүл мен шыршаның ұқсастығы: олар жабайы өсімдіктер және күннің көзін жақсы көреді, өседі. Ал қоңыраугүлдің шыршадан айырмашылығы: оның сабақтары жіңішке, жұмсақ, аласа болып келеді. Ал шыршаның діңі қатты, жуан, биік. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгін өсімдіктердің ағаштар, бұталар және шөптер болып 3 топқа бөлінетінін білдік. Тағы адам өсіретін өсімдіктерді мәдени өсімдіктер деп аталатынын білдік. Жаңа сабақ түсінікті болса, үй тапсырмасына кезек берейік. Ойлан. Мәдени өсімдіктер қалай пайда болады? Ойларыңызды келесі сабақта тыңдайтын боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.